Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен бірге тағы да Түркия жайлы әңгімелесетін боламын. Жалпы сіздерге кеңес ретінде, ескерту ретінде Түркияға келетін болсаңыздар, Түркияда қозғалмауы тиіс екі тақырып туралы айтатын боламын. Видеомызды бастамас бұрын, әңгімемізді бастамас бұрын, менің видеома лайк басып, пікір қалдырып, каналымды жоғалтып алмас үшін қоңырау белгісін басып тіркеліп кетіңіздер және видеоны соңына дейін қараңыздар. Бұл сіздер үшін пайдалы болуы мүмкін. Жалпы Түркияға келетін болсаңыздар, немесе Түркияның ішінде өмір сүріп жатқан болсаңыздар, түрік қоғамы арасында қозғалмауы тиіс деген екі мәселе бар деп ойлаймын. Бәлкім бірі менімен келіседі, бәлкім бірі қарсы шығар, бірақ менің өзімнің басынан өткеннен кейін бұл жақтағы екі үлкен мәселе, бұл саяси көзқарас пен діни көзқарасты бөліп жарып отырмын. Мен жалпы өзімнің басымнан өткеннен кейін және бұл жақтағы құрбыларым, таныстарым, туған туысқандардың арасындағы көрген білгендерімді, басқа қоғамдағы осы көшедегі жаңалықтардан шығып жатқан бүкіл дүниелерді саралап, сізге осындай мәлімет беруді жөн көрдім. Жалпы Түркияда ең бірінші саяси көзқарасыңызды жалпақ жұртқа, әсіресе шетелдіктер емес, әсіресе шетелдіктер түсінеді. Ал бұны түсінбейтін ол Түркия халқының азаматтары, түрік дүйім жұрты, сондықтан да оларға өзіңіздің саяси көзқарасыңызды білдіртпегеніңіз дұрыс. Мысалы, егер де сіз оппозиция бағытын ұстансаңыз, сіз билік басындағы отырған партияның жақтастары отырған жерде бұл тақырыпты қозғамағаныңыз дұрыс. Өйткені соңы бұның кикілжіңге, ұрысқа әкеп соғуы мүмкін. Мен барлығын бірдей дей алмаймын, өйткені өзінің көзқарасын басқасына тықпалауға әлек болған жандар өте көп. Сондықтан да сенің түсінігіне, сіздің түсінігіңізді ешкім құрметтеп, сен дұрыс айтасың, сенде сөздің жаны бар дегенді ешкім айтпайды. Бұл жақта сразу ұнамады ма айғайлап ұрыс, кикілжің, тіпті соңы жаңалықтардан көріп жатқан кикілжіңнің соңы қайғылы жағдаймен аяқталып жатады. Сондықтан да саяси көзқарастарыңызды түрік халқы ішінде айтпауға тырысыңыз. Екінші тағы бір айтылмағанды жөн көретін тақырып бұл діни көзқарас. Әрине, өйткені сіз қаншалықты діндар болсаңыз, қаншалықты дінді ұстанған жан болсаңыз, сізге міндетті түрде сіздің кемшілігіңізді айтатын, сізбен ұрысқысы келетін міндетті түрде сондай адам табылады. Сондықтан да сіз өзіңіздің діни көзқарасыңызды өзіңіз ішіңізде сақтағаныңыз дұрыс деп ойлаймын. Өйткені бұл жақта сен басқа бір мұсылман болсаң да, сен олардың тарикатын, олардың жамағатына кірмейінше, сен олардың жауы сияқты боласың. Саған олар бір кәпір ретінде қарайды. Сондықтан да бұл тақырыптарды қозғалмаған жөн деп ойлаймын Түркияда. Одан кейін спорттық көзқарас. Бұл жерде әрине, бұл енді соншалықты қатты қайғылы жағдайға алып келетін дүние емес, бірақ сонда да бір отбасының ішінде бірнеше спорт командаларын, футбол командаларын ұстайтын, сол команданың фанаты жандар бар. Сондықтан кейбір солардың арасында мұндай жай нелер пайда болады. Біздің команда күшті, сенікі жаман деген сияқты. Сондықтан да бұл спорттық көзқарасты түріктер в основном жаңағыдай, бізде қазақтарда руын сұрасам, оларды спорт қай команданың фанатысың деп сұрайды. Сондықтан да бұл темада енді бұны айта берсеңіз болады, бірақ кейбір адамдар жаңағындай жамандап шыға келетіндер болады. Сіз бұған дайын болыңыз. Түркияда сіз не жасасаңыз да міндетті түрде сіздің қателігіңізді түзеп, сізге бетіңізге тарс деп жауап бере салатын, ұнатпайтын адамдар өте көп кездеседі. Сондықтан да бұны біліп жүріңіздер. Мінекей осы екі мәселені, осы екі көзқарасты жұрт ішінде жұрттан сақтап
жасырын ұстасаңыз, сіздің басыңыз ешқашан дауға қалмайды. Сондықтан да абай болып жүріңіздер, біліп жүріңіздер деген ниетпен осындай блог түсірдім. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар. Менің видеоларыма лайк басып, каналыма тіркеліп, және каналымды жоғалтып алмау үшін қоңырау белгісін басыңыздар. Видеоны соңына дейін қарап шыққандарыңыз үшін көптен көп рахмет. Сау болыңыздар.